Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте керемет тойымды тағамды жасауды үйрететін боламын. Бұл тағамның ерекшелігі гаупсуге қарағанда сорпасы аздау болады. Сорпаны ұнатпайтын жандарға нағыз арналған тойымды тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал достар, кеттік ендеше бастаймыз. Ең әуелі болгар бұрышын, тәтті бұрышты жақсылап жуып тазалап, ішін осылай кесіп алдын ала дайындап аламыз. Енді фаршымызды ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Менде тартылған ет, тартылғанның үстіне күрішті саламыз. Менде күрішті ыстық суға алдын ала 5-10 минут қатты ыстық суға салып алдым. Сол кезде ертерек пісетін болады, оңай пісетін болады. Тұзды саламыз ұсақтап турап, татымына қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып, начинкамызды дайындап аламыз. Яғни барлығы бірігу қажет. Дәмі кіру үшін қолымызбен осылай жақсылап араластырып алғанымыз жөн. Мінекей достар, біздің енді начинкамыз дайын болды. Қараңыздар. Енді жаңағы болгар бұрышын, тазалап алған болгар бұрышына осы начинкаларды салып алатын боламыз. Егер сорпаны ұнататын болсаңыздар, кәдімгідей жасасаңыздар болады, бірақ сорпа ұнатпайтын жандарға керемет таптырмас кешкі тағам болып табылады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде мен видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Мінекей барлығын салып, жайғастырып алдық. Енді қазанымызды алдын ала қыздырып, үстіне сұйық майымызды құйып аламыз. Ірілеу туралған етімізді осылай салып, етімізді бір 2-3 минут шамасында қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырып болдау деген кезде үстіне пиязды да дәл солай осылай ірілеу қылып саламыз. Қалауларыңыз бойынша қызанақ, сәбіз қоссаңыздар болады. Енді татымына қарай бұрыш, тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз және үстіне картопты да қойып шығатын боламыз. Мен араластырмаймын, себебі дәл осылай буда барлығын пісіретін боламын. Мінекей арасына қалауларыңыз бойынша кез келген укропты қойып шықсаңыздар болады. Енді бағанағы дайындалған гаупсуды, яғни болгарскқа оралған фаршқа оралған бұрыштарды қойып жайғастырып шығамыз. Үстіне де қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш, тұзды салып, дәл осылай бір кеседей суды құйып, баяу отта бір 45 минут болмаса 1 сағат көлемінде бұқтырып алатын боламыз. Қараңыздай, буда піскені өте ерекше болады. Өте тойымды болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Біздің отбасымызға қатты ұнады және ұсынуы да осылай ерекше болып шығады. Кез келген қонаққа ұсынсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.